بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللباب في شرح الكتاب كتاب بوينشا سبع مجالستامыз سنن الغسل غسلдың сүннеттері وسنة الغسل غسلдың сүннеті أن يبدأ المغتسل أن يبدأ бастауы кімнің әл-муғтасилу ғұсыл алушының. Муғтасил деген сөзді тәпсірлейді әй муридул иғтисалі, әй муридул иғтисали, яғни ғұсыл алуды қалайтын кісінің бастауы сүннет болып табылады. Фаягсила жуы әуәлән бірінші ядайхи екі қолын иля русғайни екі білезігіне дейін. Демек, ғұсыл алған кезде ғұсыл алушы кісінің ғұсылды ең бірінші екі қолын білезіктеріне дейін жуумен бастауы сүннет амал болып табылады екен. Кама тақаддама фил вудуи, дәретте өткен сияқты. Дәретте де осы мәселе айтылған еді. Сол жердегі сияқты ғұсылда да алдымен екі қолды білезікке дейін жуып алу бұл ғұсылдың сүннеті болып табылады. Ва фарджаху, және ғұсыл алған кезде екі қолды жуумен бастауы сүннет болған сияқты, ва фарджаху, және жыныстық мүшесін де жууы сүннет болып табылады. Уаин лам якун бихи хабасун, уаин лам якун, болмаса да, бихи би фарджихи деген сөз, яғни жыныстық мүшесінде болмаса да. Не болмаса да? Хабасун, ластық, яғни нәжіс болмаса да жыныстық мүшені жуу ғұсыл алған кезде сүннет болып табылады екен. Уаюзила, және ғұсылдың келесі сүннет амалы уаюзила, кетіруі. Нені кетіруі? Нәжасатан, нәжісті кетіруі. Нәжісті кетіруі сүннет. Уафи баъдин нусахи, мұхтасарул құдуридің кейбір нұсқаларында, кейбір мәтіндерінде, басқа нұсқа болып келген мәтіндерінде ән-нәжасата болып келеді екен. Нәжасатан деп емес, алдына алифламен ән-нәжасата, яғни биттариф, марифа болып ән-нәжасата деп келген екен кейбір нұсқаларда. Уәл-ула, бірақ біріншісі, яғни біріншісі деп қайсыны айтып жатыр? Мына жерде уаюзила нәжасатан, алиф-ләмсіз келген нұсқасы біріншісі деп соны айтып жатыр. Сол әула, дұрысырақ. Уаюзила нәжасатан деп алиф-ләмсіз келген нұсқасы дұрысырақ болып табылады. Демек, ғұсылдың келесі сүннеті уаюзила нәжасатан, нәжісті кетіру екен. Ин кәнәт, егер болса, аля бәдәнихи, денесінде, яғни ғұсыл алушының денесінде нәжіс болса, ғұсыл алмай тұрып, соны кетіруден бастауы ғұсылды сүннет амалға жатады екен. Не үшін нәжісті кетіруі сүннет? Ли әллә тәши'a, нәжіс жайылмас үшін. Яғни нәжіс сол тұрған жерінен дененің басқа жерлеріне жайылмас үшін ғұсылға бастамай тұрып, сол нәжісті кетіріп алуы сүннет болып табылады. Себебі дененің бір жерінде нәжіс болса, ол нәжісті кетірмей тұрып, денемізге су құйған кезімізде, сол сумен бірге әлгі нәжіс дененің басқа жерлеріне ағып жайылады. Осындай жайылу болмас үшін ғұсыл алмай тұрып, нәжісті кетіріп алу, егер денеде бар болса, ол сүннет амал болып саналады екен. Сумма ятавадда'a, кейін ғұсылдың келесі сүннет амалы сумма ятавадда'a, уду'аху, дәрет алуы. Әй
вудуаху деген сөзді тәпсірлеп тұр. Әй тәфсирия дейді бұны. Осыдан кейін келген сөз алдыңғы сөздің тәпсірі болып табылады. Яғни дәрет алуы қандай? Ка вудуихи, дәреті сияқты дәрет алуы. Дәреті сияқты. Ненің дәреті сияқты? Лиссалати, намаз үшін алған дәреті сияқты ғұсылдың алдында дәрет алуы сүннет болып табылады. Фаямсаха, мәсх тартады, расаху, басына, яғни ғұсыл үшін дәрет алған кезде де, ғұсылдың бас жағында дәрет алған кезде де, фаямсаха, мәсх тартады, расаху, басына, ва узунайхи, және екі құлағына мәсх тартады, ва рақабатаху, және мойнына да мәсх тартады. Яғни бұл дәреттің ғұсылдың алдында алынатын дәреттің кәдімгі намаз үшін алатын дәреттен ешқандай айырмашылығы жоқ екендігін түсіндіріп тұр. Илля, тек қана риджлейхи, екі аяғын жумайды. Екі аяғын жумайды. Яғни фәлә ягсилухума, ол екі аяғын жумайды. Бәл, керісінше, юаххиру, кешіктіреді, ғаслахума, ол екеуін жууды, яғни екі аяқты жууды кешіктіреді, иля тамамил ғұсул, толық ғұсул алып болғанға дейін. Толық ғұсул алып болғанға дейін, ғұсылдың басында дәрет алған кезде екі аяқты жумай кешіктіреді екен. Вахада, бұл, хада исму ишара, білесіңдер, бір нәрсеге ишара қылады. Не нәрсеге ишара қылып тұр бұл? Вахада, бұл, яғни ғұсыл алған кезде, ғұсылдың алдында намазға дәрет алған сияқты дәрет алынады деді, және дәрет алған кезде аяқты жумайды, аяқты ғұсылдың соңына қалдырады деді ғой, соған ишара қылып тұр. Яғни аяқты ғұсылдың соңында жуады деген нәрсеге ишара қылып тұр. Вахада, осы нәрсе қашан? Ида кана, егер болса, яғни ғұсыл алса деген сөз. Қай жерде? Фи мустанқаил маи, су жиналған балшық жерде тұрып ғұсыл алатын болса. Мустанқаил ма, су жиналған балшық жерде. Яғни аяғының астында ешқандай зат жоқ, жерде тұрып ғұсыл алатын болса, және аяғының астына су жиналатын болса, сол кезде ғұсылдың басында дәрет алғанда дәреттің барлық амалдарын жасайды, тек қана аяқты ғұсылдың соңынан жуады. Әмма, алайда, إذا كان على لوح, ғұсыл алушы إذا كان болса, على لوح, тақтайдың үстінде болса, яғни тақтайдың үстінде тұрып ғұсыл алса, ау қубқобин, немесе қубқоб, бұл ағаштан жасалған табан, аяқ киімнің табаны болады ғой, сол сияқты табан, бірақ ағаштан жасалған табанның үстінде тұрып ғұсыл алған болса, ау хаджарин, немесе тастың үстінде тұрып ғұсыл алатын болса, фәлә юаххиру, ол кезде фәлә юаххиру, кешіктірмейді, ғаслахума, яғни ғаслар риджлейни, екі аяқты жууды кешіктірмейді. Бұл не деген сөз? Бұл ғұсылдың бас жағында дәрет алған кезде ғұсыл алатын жерімізге қараймыз. Егер ғұсыл алған кезімізде бір заттың үстіне шығып, тас сияқты, ағаш сияқты бір заттың, яғни биік жерде тұрып, су жиналмайтын жерде тұрып ғұсыл алатын болсақ, онда ғұсылдың бас жағында сүннет болған дәретті алған кезімізде аяқты жуып аламыз, яғни дәретті толық алып аламыз, сосын барып ғұсылды бастаймыз. Жауһаратун, осы мәлімет Жауһара деген кітапта келген. Бұл Жауһара Мұхтасарул Қудуридің шарықтарының бірі болып табылады.
وفي التصحيح التصحيح атты кітапта келеді الأصح ең дұрысырағы أنه إذا لم يكن في مستنقع الماء егер ғұсыл алушы кісі إذا لم يكن болмаса қай жерде болмаса في مستنقع الماء су жиналатын балшық жерде болмаса يقدم غسل رجليه екі аяғын ғұсылдан бұрын жуып алады. Юқаддиму бұрын істейді. Нені? Ғасла риджлейхи екі аяғын жууды. Демек, бұл мәселе дәрет алған кезде, ғұсылдың бас жағында дәрет алған кезде екі аяқты жуу немесе оны кейін жуу мәселесі ғұсыл алатын орынға байланысты екен. Ғұсыл алатын орында аяқтың астына су жиналатын болса, онда дәрет алған кезде аяқты соңынан жуамыз, ғұсылдың соңынан жуамыз. Ал егер аяқтың астына су жиналмайтын болса, биік жерде тұрып, немесе су төмен қарай ағып кететін, жиналмайтын жерде тұрып ғұсыл алатын болсақ, онда дәреттің бас жағында дәретті толық етіп алып, аяқтарды да жуып алады екенбіз. Міне осыдан кейін Сумма кейін, неден кейін осы дәретті алып болған соң, ғұсылдың сүннет болған дәретін алып болған соң, сумма юфидал маа, келесі сүннет амал, сумма юфида, бұл жерде ән деген сөз бар, жасырын, ән юфидал маа, суды құюы сүннет. Қай жерге? Ала расихи, басына құюы, васаири жасадихи, денесінің басқа жерлеріне құюы, сәләсан, 3 мәртеден құюы сүннет болып табылады екен. Мустауибан, толық қамтитындай етіп. Басына және денесінің қалған жерлеріне 3 мәрте су құюы сүннет дедік қой. Бұл 3 мәртені қалай құю? Мустауибан, қамтитындай етіп. Фи кулли марратин, әрбір мәртесінде. Әрбір мәртесінде бүткіл денеге су тиетіндей етіп, 3 мәртеден жуыну сүннет болып табылады екен. Бірінші, жуынған кезде бір мәрте бүткіл денемізге су тигізіп жуамыз, бұл бір мәрте болып саналады. Және одан кейінде тағы да бүткіл денемізге су тиетіндей етіп, тағы да денемізге суды құямыз, бұл екінші мәрте жуған болып саналамыз. Және үшінші мәртеде дәл осы сияқты бүткіл денемізге су тиетіндей етіп жуынамыз. Осылай бүткіл денеміздің барлық жерін қамтитындай етіп 3 мәрте жуу, ол сүннет амал болып саналады екен. Енді осылай әр мәртесінде қамтитындай етіп жуған кезде мына нәрседе сүннет болып табылады. Бәдиән, бастауы, баъдар раси, бастан кейін. Бірінші басқа су құямыз ғой. Осы басқа су құйғаннан кейін бишаққихил әймани, оң жақтан бастауы. Бастан кейін оң жақтан бастауы, оң жақ жуып болғаннан кейін суммәл әйсар, сосын барып сол жақты жууы. Осылай ретімен жуу сүннет болып саналады екен. Бірінші бастан бастап, сосын оң иықтан бастап, одан кейін оң иықтан кейін сол иықтан бастап жууы, осылай ретімен жуу, бұл да сүннет, ғұсылдың сүннет амалына жатады екен. Уақила, осы мәселеге қатысты бір көзқарас айтылған. Яхтиму бир-раси, ғұсыл алушы яхтиму, аяқтайды, ғұсылын аяқтайды, бир-раси, басын жуумен. Ғұсылдың соңында ең соңғы амалы басын жуумен аяқталады дейді бір көзқарас бойынша. Уафил мужтаба, мужтаба деген кітапта, уад-дурар және ад-дурар деген кітапта, уахуа сахиху, бұл сахих деп айтылған. Ғұсылды басты жуумен аяқтайды деген көзқарас аталмыш екі кітапта сахих деп айтылған екен. Ләкин алайда нақала, нақыл қылды, жеткізді фил бахри, әл-бахр деген кітапта. Бұл
Әл-Бахру Раиқ деген Ибн Нужаймның кітабы, рахимахулла, сол жерде жеткізді, нақыл етті. Нені? Әннәл әуәлә, бірінші көзқарас. Бірінші көзқарас. Яғни бірінші көзқарас қайсы еді? Бірінші басты жуады, одан кейін оң иықты жуады, сосын барып сол иықтан басып жуады деген көзқарас. Хуәл асаху, ол ең сахихы, яғни ең дұрысы дегенді жеткізді. Қай кітапта? Әл-Бахр Раиқта. Хуәл асаху, соның ең сахих екендігін. Уазахир риуая, және оның бірінші бастан бастап, сосын оң иықты, және сосын барып сол иықты жуады деген көзқарастың уазахир риуая екендігін айтқан, жеткізген. Яғни захир риуая дегеніміз ол имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтан жеткен мутаватир және машһур риуаят екендігі, қуатты риуаят екендігі айтылған. Уәл ахадису, және сол көзқарастың бірінші бастан, сосын оң иықтан, кейін сол иықтан бастап жуады, осылай ретмен жуады деген көзқарастың хадистерге сай екендігі, хадистердің де осы бағытта екендігі жеткізілген. Қай кітапта? Әл-Бахр деген кітапта. Қала, және сол жерде айтады, Әл-Бахр Раиқтың авторы Ибн Нужайм, уабихи, осы көзқараспен, яғни ең сахих деген көзқараспен, юдаафу, әлсір етіледі, даиф деп саналады. Не нәрсе? Тасхиху дурар, дурардағы сахих деген көзқарас. Яғни сахих деген көзқарас қай көзқарас еді? Ғұсыл алған кезде ғұсылды басты жуумен аяқтайды деген көзқарасты дурарда не деп айтқан еді? Хуа сахиху, бұл сахих көзқарас деп айтқан еді ғой. Демек, дурардағы сахих делінген сөз не болып саналады? Олар әлсіз көзқарас болып табылады екен. Яғни Әл-Бахру Раиқтың авторы Ибн Нужайм ғұсыл алған кезде бірінші басты жуу, одан кейін оң иықты жуу, және одан кейін барып сол иықты жуу деген көзқарастың, осылай ретімен жуады деген көзқарастың ең сахих болуы, және оның захир риуая болуы, және ол хадистерге сай келуі нені әлсір етеді? Дурардағы сахих деген көзқарасты әлсір етеді дейді. Оны даифқа шығарады дейді. Сумма, осыдан кейін, яғни 3 мәрте денесін толық 3 мәрте жуып болған соң, сумма ятанахха ан заликал макан. Сумма ятанахха, бір шетке қарай ығысады. Ан заликал макан, яғни ғұсыл алған жерден бір шетке қарай ығысады. Бір шетке қарай не істейді? Шегінеді, жылжиды. Иза кана фи мустанқаил маи. Егер ғұсыл алушы иза кана болса, қай жерде? Фи мустанқаил маи. Су жиналатын жерде, су жиналатын балшық жерде ғұсыл алған болса, ол сол ғұсыл алған жерінен бір шетке қарай ығысады. Бір шетке қарай шығып, фаягсила риджлейхи, екі аяғын жууы, бір шетке шығып, фаягсила жууы риджлейхи, екі аяғын, бұл да сүннет амалға жатады. Ғұсылдың сүннет амалына жатады. Фаягсила риджлейхи, екі аяғын жуады, мин әсәрил маил мустамал, мустамал судың қалдықтарынан екі аяғын жуады. Себебі су жиналатын жерде ғұсыл алған кезде бүткіл денесінен аққан сулар ол аяғының астына барып жиналады. Ол аяғының астына жиналған су, ол қандай су? Ол ғұсыл алған кезде ғұсылы жоқ кісінің денесінен ағып бөлінген сулар, олар мустамал су, яғни пайдаланылған, қолданылған су саналады. Міне осы қолданылған судың
ғұсыл алған кезде пайдаланылған судың, денеден ағып түскен судың қалдықтарынан екі аяқты жуады. Ал егер олай болмаса, деп нені айтып жатыр? Егер су жиналатын орында болмаса, су жиналмайтын жерде, биік жерде тұрып ғұсыл алатын болса, фәлә юсанну, сүннет болып табылмайды. Не нәрсе? Иадату ғаслихима, екі аяғын қайтадан жууы сүннет болып табылмайды. Демек, екі аяқты ғұсылдың соңында қайтадан жуу қай уақытта сүннет болады екен? Егер аяқтың астына су жиналатын болса. Уалейса билазимин, міндетті емес. Кімге? Алал мар'ати, әйел кісіге міндетті емес. Не нәрсе? Ән танқуда, шешуі. Әй тахулла, танқуда. Осы сөзді тәпсірлеп тұр. Әй, жаңа айтты, әй әт-тәфсирия дейді бұны. Тәпсірлеуші әй деген мағына келеді. Осы сөзден кейін келген сөз, алдыңғы сөздің тәпсірі болып табылады. Тахулла, яғни шешуі міндетті емес әйел кісіге. Нені? Дафра, өрімін. Дафаириха, яғни өрілген шашының өрімін шешуі әйел кісіге міндетті болмайды. Қай жерде? Фил ғұсыл алған кезде. Егер шашы өрілі болса, сол өрілген шашының өрімін әйел кісіге шешу міндетті болмайды. Хайсу кәнет мадфуратан, егер ол хайсу кәнет болса, мадфуратан өрілген болса, оны шешу әйелге міндетті болмайды. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَاءُ دَاخِلَ الضَّفَائِرِ, тіпті ләм яблуғил мәу, су жетпейтін болса да, қай жерге? Дәхилә дафаир, бұрымның, яғни өрілген шаштың ішіне, бұрымның ішіне су кірмейтін болса да, су өтпейтін болса да, өрілген шашты ғұсыл алған кезде әйел кісіге бұрымын шешуі, өрілген шашын шешуі міндетті болмайды. Қала фил янаби', әл-янаби' деген кітапта былай делінген. Уахуал асаху, ең сахих көзқарас осы делінген. Уа мислуху, дәл осындай сөз келген қай жерде? Фил бадаи'ус санаи' деген кітапта да дәл осындай сөз келген. Уа фил хидаяти, хидая деген кітапта былай делінеді. Уалейса алейха, әйел кісіге міндетті болмайды. Бәллу, сулауы, зауаибиха, шашының бұрымын сулауы міндетті болмайды. Уже зауаиб деген өрілген шаштың әрбір талшығы бар емес па? Әйел кісілердің шашының әрбір талшығы, соларды зауаиб дейді. Сол өрілген шаштың ішіндегі әрбір талшықты сулау әйел кісіге міндетті болмайды. Уахуа сахиху, және бұл сахих фәтуа. Уафил джами'ил хусами, әл-джами'ил хусамида уахуа ал-мухтар, бұл таңдаулы көзқарас деп келінген. Яғни бұрымның әрбір талшығын сулаудың әйел кісіге міндетті емес екендігінің таңдаулы көзқарас екендігі әл-джами'ил хусамида да осылай келген. Уахада, енді бұл нәрсе, бұл да ишара, исмул ишара. Не нәрсеге ишара қылып тұр? Әйел кісінің егер шашы өрілген болса, сол өрілген шашын шешуі, тарқатуы міндетті болмайды. Және сол өрілген шаштың әрбір талшығы, оны сулау міндетті емес деген нәрсе қашан?
Қай уақытта міндетті болмайды бұл? Иза балағал мау, егер су жететін болса, усула ша'ри, шаштың түбіне су жететін болса, онда өрілген шашты шешу және сол өрімнің әрбір талшығын сулау әйел кісіге міндетті болмайды. Әй, тағы да әй деген сөз келді. Бұл не? Әй тәфсирия, тәфсірлейтін сөз. Манабитаху, яғни манабита шар. Шаш өскен жер, шаш өсіп шыққан жер. Яғни шаштың түбі ғой. Шаштың өсіп шыққан жері қай жер? Ол шаштың түбі. Міне сол шаштың түбіне егер су жететін болса, онда өрілген шашты шешу, оның түбіне, оның арасына әрбір талшығын сулау әйел кісіге міндетті болмайды. Қайяда бил мар'ати. Қайяда шектеп айтты. Бил мар'ати. Әйел деген сөзбен. Яғни әйел деп ерекшелеп айтты мәтінде, я? Не үшін әйел деп ерекшелеп айтты? Лиянна роджула, себебі ер адам елзамуху, оған міндетті болады, ер адамға міндетті болып табылады, нақду тафаирихи, өрілген шашын ғұсыл алған кезде шешуі ер адамға міндетті болады. Сол себептен де әйел деп бұл нәрсені әйелге шектеп айтты. Әйелді осы мәселеде ерекшелеп айтты. Себебі ер адамға ғұсыл алған кезде өрілген шашын шешуі ер кісіге міндетті болады. Уаин васалал мау усула ша'ри. Тіпті ер кісі ғұсыл алған кезде су оның шашының түбіне жететін болса да, ер адам өрілген шашын ғұсыл алған кезде шешуі міндетті. Уабид дафаир. Және кітапта дафаир деген сөзбен де шектеп айтты, дафаир деп ерекшелеп айтты. Дафаир. Бұл өрілген шаш деген сөз. Өрілген шаш. Бұрым. Не үшін дафаир өрілген шаш деп айтты? Лияннал манқуда. Себебі өрілмеген шаш, өрілмеген шаш, елзаму ғаслу куллихи, оның барлығын жуу міндетті болады. Өрілмеген шаштың барлығын, шаштың түбінде, және шаштың әрбір талшығында, әрбір шаштың ұшында барлығын жуу міндетті болады. Сондықтан да бұл жерде дафаир деп бұл мәселенің тек қана өрілген шаштарға ғана қатысты екендігін білдіру үшін дафаир деген сөзбен мағынаны шектеп айтып отыр. Уабима иза балагал мау усула ша'ри. Және қандай сөзбен тағы да шектеп айтты? Уабима иза балагал мау усула ша'ри. Егер су шаштың түбіне жететін болса деген сөзбен де мағынаны шектеп, ерекшелеп айтты. Қандай сөзбен? Егер су шаштың түбіне жететін болса деген сөзбен. Бұл сөзбен не нәрсені айтуды көздеп тұр? Лияннаху иза лам яблуг. Себебі иза лам яблуг жетпейтін болса, яғни су шаштың түбіне жетпейтін болса, яжибун нақду. Ол кезде өрілген шашты, өрімді шешу міндетті болады. Шашты өрген кезде сол өрім, өрілген шаш, суды шаштың түбіне өткізбейтін болса, ол кезде сол өрімді шешу міндетті болады. Ал егер өрілген шаш басқа суды құйған кезде судың шаштың түбіне жетуіне кедергі келтірмейтін болса, ол кезде әйел кісілерге ғұсыл алған кезде шаштарын, яғни өрілген шаштарын шешулері, тарқатулары міндетті болмайды.